Алакөл атауы ежелгі түрік және моңғол сөздерінен аударғанда ұлы көл немесе таулы көл деген мағына береді. Көл суының түсін алғаш рет қарағанда анықтау қиын. Ұсақ көлдердің түсі алуан түрлі болады. Айталық, Сасық көл көгілдір түсті, Қоржын көл сұрғылт, Қылы тұз сары. Жергілікті тұрғындар көлді пішінінің, түсінің, көлемінің әртүрлі болған үшін Алакөл деп атап кеткен. Алакөл ұялы, жалаңаш көл, Сасық көл және тағы басқа ұсақ көлдерден тұрады. Аралдармен бірге есептегенде көлдің ауданы 2696 шаршы шақырым, су көлемі 58 куб шақырым, ені 52 шақырым, ұзындығы 104 шақырым, жағалау сызығының ұзындығы 348 шақырым. Көлдің орташа тереңдігі 22 метр, ең терең жері 54 шақырым. Алакөл жағалауы арал, шығанақ, айлақ және мүйістермен тілімделінген. Үлкен, кіші арал төбе, белқұдық және тағы сондай сияқты аралдар бар. Жағалаудың климаты шұғыл континенталды. Солтүстік жағында жел жылдамдығы 40-50 метр секунд, ал оңтүстік шығыс және орталығында 50-60 метр секунд. Қыс, күз мезгілінде толқындардың биіктігі 2-2,5 метрге дейін жетеді. Ақпан, наурыз айларында мұз қатып қалыңдығы 800 мм болады. Сәуір, маусым айларында мұз ери бастайды. Мамыр айының соңында су температурасы +15 Цельсий болады. Акватория бойынша су минерализациясы 1,12-11,16 грамм литр. Су құрамы хлоридті натрийлі және хлоридті сульфатты натрийлі болып келеді. Алакөл суының құрамындағы фтор мен бронның деңгейі жоғары. Көл жағалауында қамыс, жұмсақ су өсімдіктері өседі. Алакөл суында балықтың 8 түрі мекен етеді. Көлге құятын өзендерде андатра кездеседі. Баклан, аққу, бірқазан, аққұтан, үйрек, гагара, тағы басқа құстары және аламысық, су егінқұйрықтары көл жағасын мекендейді. Құстар солтүстіктен оңтүстікке қарай ұшып келеді. Сирек кездесетін 300-ге жуық құс түрлерінің 38 түрі табиғат және табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақтың қызыл кітабына енген. Тарихи деректерге сүйенсек, Алакөл маңынан Ұлы Жібек жолы керуені жүріп өткен. Алыс жолдан келген саяхатшылар жағалауда демалып көл суынан нәр алған. Алакөл суы емдік қасиетке бай, оны заманауи медициналық зерттеулер жүргізу барысында дәлелдеген. Демалушылардың көбі Алакөлге шипа іздеп келеді. Көл суы радикулит, артрит, тері ауруларына шипа болып, адам денсаулығына жағымды әсерін тигізеді.